Сәлеметсіздер ме достар, қалайсыздар? Менің есімім Жанерке. Бүгінгі видеода керемет Ицхак Ментесевич мырзаның «Живи, өмір сүр» атты кітабымен бөлісетін боламын. Оқып шықтым. Маған өте қатты ұнады. Өте пайдалы ақпараттар берілген ішінде. Осы өмірімізге қажет энергияны көтеруге, денсаулығымызды мықты қылуға, жалпы мақсаттарымызға жетуге, армандарымызға жетуге арналған өсиеттер берілген. Міндетті түрде оқыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып кетіңіздер. Маған ол өте маңызды. Рахмет. Ең алдымен осы кітапты жазған Ицхак Ментесевич мырза туралы қысқаша айтып өтсек. Мына суретте көргендеріңіздей, осы кісі көптеген кітаптардың даму жолындағы кітаптар мен тренингтердің авторы, номер 1 орыс тіліндегі пространстводағы тұлғалық дамуға арналған тренер екен. Және де НЛП тренер. Бұл кісі жалпы өзі спортсмен болған, жеңіл атлетикадан қола жүлдегері болған. Кітапта авторымыз көптеген пайдалы ақпараттармен бөліскен. Енді оның бәрін айтып жеткізу менің ойымша мүмкін емес, ол деген аудиокнига болып кетеді. Оның бәрін айтып отырсам, жалпы қысқаша айтып өтейін. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Мен барлығын дәптеріме түртіп алдым, себебі мен бұл кітапты кітапханадан алған болатынмын. Жалпы мен осылай жазған кезде миыма ақпарат күшті қонады. Сондықтан жазып алдым. Бір оққанда тіпті информация біздің миымызға қонбайды. Себебі біздің миымызда көптеген информация бар ғой. Сондықтан екінші рет оқып жазған кезде менің миыма күшті қонды. Бұл жерде зона комфортадан бастап айтады. Жаңағы жайлылық аймағы болады ғой. Мысалы, өмірді өзгерткіміз келсе де, біз жайлылық аймағынан шығуымыз керек. Ол жайлылық аймағынан шығу әр адамға өте қиын. Аймағынан неге біз шығуымыз керек? Жайлылық аймағы деген біздің осы үйіміз, күнделікті істеп жүрген ісіміз. Ал біздің армандарымыз қай жерде? Соны ойлану керек. Біздің армандарымыз жайлылық аймағының сыртында. Сондықтан одан шығып үйренуіміз қажет. Осы кітапта сол жайлылық аймағынан шығуға арналған техникалар көрсетілген. Бірінші өсиет ол дем алу, тыныс алу. Біз өмірге келген кезде бірінші не істейміз? Тыныс аламыз, иә? Тыныс алу ол бізге ең бірінші энергия көзі болып саналады екен. Сондықтан тыныс алған кезде диафрагмамен тыныс алу өте маңызды. Ол біздің ішкі диафрагмамызды қатайтып, күшейтеді. Ал ол біздің қан айналымына көмектеседі. Жақсы барлығы жұмыс жасап тұруына ағзамыз көмегін тигізеді екен. Екінші өсиет ол қозғалыс. Адамның, мысалы, қолы, аяғы адамға не үшін беріледі? Қозғалу үшін, спортпен айналысу үшін. Адам, мысалы, 2-3 ай қозғалыссыз жатса, ол адам тіпті жүре де алмай қалады екен. Сондықтан жүгіру немесе жүру, жарты сағаттан 1 сағатқа дейін активно қозғалу өте маңызды. Немесе зарядкалар жасау, йогамен айналысу, неше түрлі жаңағы спорт түрлерімен айналысуда болады. Үшінші ол голодание. Голодание өте адам ағзасына қажет екен. Мысалы, Плутарх айтады екен, дәрі ішкенше, одан да бірнеше күн тамақсыз жүрген пайдалы деп. Біздің организмімізден токсиндер кету үшін жаңағы голодание керек. Сондықтан оразада ұстап жатады ғой, сол кезде адамдар жеңілденеді. Сол сияқты голодание да солай өте қажет адам организміне. Төртінші өсиет ол дұрыс тамақтану екен.
Оны барлығымыз білеміз, дұрыс тамақтанған пайдалы екен, бірақ та көп қолдана алмай жатамыз, себебі біздің привычкаларымыз қойып қойған, енді оны өзгерту оңай емес. Бұл жерде улар деп айтқан жаман майлар, сүт өнімдерін у деп санайды. Жануардың белогы, жаңағы етті де адам ағзасына зиян дейді. Қышқыл қоспалар, қазіргі химиялық добавкалар неше түрлі, соларды улар деп санайды. Мысалы, ет неге зиян деп санайды? Себебі эскимостар средний возраст өмір сүретін 50 жас дейді. Көп адам сол 50 жастан кейін қайтыс болады, олар әрдайым ет жеп өмір сүретін деп айтады. Енді бір Құдайдың өзі біледі, ол шын ба, өтірік па, енді не үшін олай болып жатқанын. Бірақ та сол еттің зияндығы, ет адам организмінде қышқылданады дейді, сол үшін ол зиян дейді. Ал организм адамның қышқылданса, ол почкамызда тастардың пайда болуына алып келеді, жаңағы біздің сүйектеріміз әлсірейді деп, қышқыл ортада көп нәрселер өзінің жұмысын әлсіретеді екен. Сол үшін ол зиян дейді. Жалпы көп нәрселер адамның ағзасын қышқылдандырады екен. Білмеймін енді қай жерде, бірақ та айтылады. Әрбір нелерде, продуктыларда олардың қышқылдандыру процентін қараңыздар деп кеңес береді. Мысалы, еттің қышқылдандыру проценті 67,9 екен, ең көп. Сырдікі 4,2, сүт пен йогурттардікі 2,8%, жұмыртқаныкі 2,5%. Ол сонда біз жейміз ғой, оны жегеннен кейін ішімізде болады ғой, сол кезде қышқылданады деген сөз ғой. Бізге, наоборот, ағзамызды жаңа қорытатын, қышқылдандырмайтын, қалпына әкелетін нәрселерді жеуге кеңес береді. Ол деген ең бірінші орында зелень екен. Көкшөп 59,1%. Сондықтан көкшөпті көп жеу керек екен. Жаңағы помидор, кабачки, қауын, кәуе деген жемшідей көкөністер 46,5% алады екен. Жеміс-жидектер 5,8% адам ағзасын жаңа қалпына келтіруге, қышқыл ортаны қалпына әкелуге үлесін қосады. Екінші өсиет ол су. Судың маңызы өте көп. Су ол өмірдің тірегі деп айтады. Адам, енді барлығымыз білеміз ғой да, 80%-ға судан тұрады екенін. Сондықтан бізге су сонша мөлшерде қажет. Біз жаңағы ішіп жатамыз ғой, шай, кофе, сок, олар суға жатпайды. Олар керісінше біздің организміміздегі суды 2 есе қолданады екен. Сол жаңа кофеиндер шығып кету үшін организмімізден, қалдықтар кету үшін суды 2 есе көп қолданады екен. Сол шай, напитоктар әртүрлі. Сондықтан тек су ішу өте маңызды. Біздің организміміз 1,5 литр су күніге шығарып отырады екен. Сондықтан біз суды одан да көп ішуіміз керек. Жалпы мен сүт өнімдерін баяғыдан ішпейтінмін, чайды да ішпеймін, мысалы сүтпен де баяғыда ішпейтінмін. Қара шай ішіп жүрдім баяғыда, қазір қара шайды ішпеймін, тек кипяток ішемін, қайнатылған су ішемін. Өсиет ол сенім және де убеждение. Қазақша таппай қалдым аудармасын. Біз жаңағы неге сенеміз, сол болады ғой. Сондықтан да біз егер де біздің күшіміз көп, біз мықтымыз деп соған сенетін болсақ, біздің миымыз соған сенетін болады. Және де сондай болады. Біз денсаулығымыз мықты болады. Ал егер де мен әлсіз, менің ана жерім ауырып жатыр десеңіз,
ол да солай болады, сіздің ойлаған жеріңіз ауырып тұратын болады. Сондықтан осыған қатты көңіл бөлу керек. Алдыңғы видеода закон притяженияда мен сол жайлы айтып өткенмін. Сол жерде секрет атты фильмді ұсынғанмын көруге. Осы кітапта да Ицхак мырза сол секрет фильмін көруге кеңес етіп жатыр. Сол жерде барлығы түсіндірілген дейді. Сондықтан осы заңдылықпен қолдана білу керек әрбір адамға. Убежденияларымызды өзгертуіміз керек, сенімдерімізді. Бізге айтылған нәрселер емес, біз өзіміз қалай қалаймыз солай өзгертуіміз керек. Соңғы 7-ші өсиет дем алу және де ойнау, қуану, веселиться. Ойнап дем алғанда да оның дұрысы болады, бұрысы болады деп айтылады кітапта. Жаңағы телевизордың алдында жаңағы алкогольді ішімдік ішкен ол дұрыс емес мысалы. Ол зиян денсаулыққа мысалы. Сондықтан дұрыс демала білу керек. Ол деген жаңағы спортпен айналысу мысалы, дұрыс ұйықтай білу, сағат 10-нан 12-ге дейін мысалы жату өте маңызды деп айтылады осы кітапта. Себебі сол кезде күшті тынығады екенбіз. Дұрыс демала білуге және де кітап оқып, пайдалы ақпарат алып, білім алғанды кеңес етеді. Тренингтерге бару мысалға. Барлық өсиеттерін 7 өсиетін айтып өттім. Қысқаша маған кітап өте қатты ұнады, сіздерге де ұнады деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, сұраңыздар, жазыңыздар комментарийға. Жауап беруге тырысамын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеоларда жүздескенше сау болыңыздар.